Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы органикалық химия, көміртек қосылыстарының химиясы. Органикалық заттар адамға өте ертеден таныс болды. Себебі адамның өмір сүруіне ең қажетті заттар ішетін тағам, киетін киім, жағатын отын, органикалық заттар еді. Уақыт өте келе адамдар табиғи органикалық шикізатты өңдеп, өз қажетіне пайдалануға үйрене бастады. Ерте кездің өзінде адамдар тамақ пісіруді, тері илеуді, жарақаттарын жазатын дәрілер, майлар дайындауды, малдың сүтін өңдеуді, сусындар дайындауды білді. Бертін келе адамдар өсімдіктерден бояу алып, тері мен матаны бояды, қант өндіруді, сабын жасауды, сірке суымен өсімдік майын алуды үйренді. Осылай адамдардың пайдаланатын заттарды көбейтіп, өндіретін өнімдерін саны өсе бастады. Органикалық химияның жеке ғылым ретінде бөлінудің басты себебі органикалық заттардың бәрінің құрамында көміртек атомы кіреді, және олардың саны өте көп, әртүрлі. Себебі органикалық заттардың бейорганикалық заттардан салыстырғандағы қасиеттерінің ерекшеліктеріне байланысты. Үшіншіден тағы бір себебі адамдардың тіршілігі мен іс-әрекетінде органикалық қосылыстардың маңызы зор. Сонымен қатар органикалық заттар биологиялық жағынан маңызды. Тірі организмдерде жүретін процестер органикалық заттардың қатысында өтеді. Биологиялық процестердің жүруін реттеп, катализдеп отыратын гормондар, витаминдер, ферменттер, органикалық қосылыстар, ішетін тағамымыз, негізінен органикалық заттар, киетін киіміміз, отынымыз органикалық заттардан тұрады. Дәрі-дәрмектер және жуғыш заттар, қағаз бен бояулар, синтездік каучук пен резеңке, желім мен лак, жарылғыш заттар, осылардың барлығы органикалық тыңайтқыштар, осы органикалық заттардан тұрады. Келесі органикалық заттар жөнінде мына видеоматериалды тамашалайық. Органикалық химия термині ертеректе жануарлар мен өсімдіктерден табылған қосылыстарды зерттейтін химия саласына қатысты қолданылады. Мұндай қосылыстар органикалық қосылыстар деп аталады. Тірі организмдер кез келген басқа жолмен алынбайтын органикалық заттардың пайда болуына жауапты арнайы тіршілік күшінің бар болуымен сипатталады деп есептелінді. Органикалық қосылыстар бір-бірімен және басқа бейметалл атомдармен коваленттік байланыспен байланысқан көміртек атомдарынан тұратын қосылыстар ретінде сипатталады. Қазіргі кезде миллиондаған осындай қосылыстар анықталған, және жаңалары ашылған немесе синтезделген сайын олардың саны жүйелі түрде артуда. Көміртек элементі периодтық кестенің екінші периодында 14-ші топта орналасқан. Көміртек атомының электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p2. Және оның байланыс түзуге қатыса алатын 4 валенттік электроны бар. Органикалық қосылыстарда әрбір көміртек атомы 4 байланыс түзеді. Органикалық қосылыстар санының өте көп болуы көміртек атомдарының өзара байланыса алатын ерекше қабілетіне байланысты. Осылайша түзу тізбекті, тармақталған, циклді және одан да күрделі құрылымдар түзілуі мүмкін. Оның үстіне көміртек басқа сутек, оттек, азот, галогендер және күкірт секілді бейметалдармен коваленттік байланыстар түзе алады. Бұдан мүмкін комбинациялар саны одан да арта түседі. Жер бетіндегі барлық тірі организмдер органикалық молекулалардан тұрады. Мысалы, коллаген тығыз үштік шиыршыққа айқаса оралған 3 полипептидті жіптен құрылған, және біздің денеміздің негізгі құрылымдық ағуызы болып табылады. Біздің дене температурамызда биохимиялық реакциялардың тиімді жүруін қамтамасыз ететін катализаторлар болып саналатын ферменттер өте күрделі органикалық молекулалар. Біз ағуыздар, көмірсулар және майлар секілді органикалық қосылыстармен қоректенеміз. Пестицидтер дегеніміз егінді әртүрлі шіркейлерден, арамшөптер мен өсімдік ауруларынан қорғайтын органикалық қосылыстар. Органикалық қосылыстар біздің денеміздің сау болуына жауапты. Дәрумендер күнделікті тамақ рационымыздың өте маңызды микрокомпоненті болып есептеледі. Олар бізді адам денесінде синтезделе алмайтын қосылыстармен қамтамасыз етеді. Қазіргі таңда дәрі-дәрмектің барлығы дерлік органикалық қосылыстардан тұрады. Органикалық молекулалар магнитті таспалар немесе
компакт дискілер секілді ақпарат тасымалдаушылар ретінде ерекше рөл атқарады. Жер бетіндегі әрбір тірі организмнің генетикалық ақпараты рибонуклеин немесе дезоксирибонуклеин қышқылдарында сақталады. Құрамында көміртегі бар қосылыстардың көп болуын түсіндіретін бірінші фактор көміртек байланысының беріктігі. Бұл жағдайда байланыстың беріктігін сипаттайтын, байланысты үзу үшін қажет энергия мөлшері басқа гомоядролық байланыстар 19 ғасырдың басында органикалық химия пайда болды. Оны швед ғалымы Берцолис 1808 жылы тірі организмдерден алынатын заттарды органикалық заттар деп, ал оларды зерттейтін ғылымды органикалық химия деп атауды ұсынды. Бірақ ол органикалық заттар ерекше тіршілік күшінің әсерінен тірі организмдерге пайда болады деп есептеді. Органикалық қосылыстар ациклды, ашық тізбекті, циклды, тұйық тізбекті деген екі үлкен топқа бөлінеді. Ациклды қаныққан, қанықпаған, циклды, карбоксилды, гетероциклды деп бөлінеді. Көміртек атомдарының арасында дара байланыстар болса, органикалық қосылыстар қаныққан деп аталады, ал қосылыстарда қос немесе үш байланыс болса, оларды қанықпаған деп атайды. Циклды немесе тұйық тізбекті қосылыстардың тізбектері тек көміртек атомдарынан құралса, карбоциклды деп аталса, көміртек атомдарының бірге циклды басқа элементтерден де оттегі азот, күкірт және тағы басқа бейметалдар болса, оларды гетероциклды деп атайды. Мысалы, карбоциклды міне циклопентан, циклогексан, нафталин. Гетероциклда тиофен, онда көміртек тұр, пирролидин, азот тұр, этилоноксид, онда оттегі тұр. Келесі, бір классқа кіретін қосылыстардың құрамы физикалық және химиялық қасиеттеріне ұқсас келеді, ал оларды бір-бірінен ажыратып тұратын CH2 тобынан кез келген саны болуы мүмкін. Заттардың осындай қатарын гомологтық қатар, ал бұл қатарда заттардың бір-бірінен ажыратып тұратын CH2 тобының гомолог айырымы деп атайды. Номенклатура әр дербес қосылыстарға мағыналы атаулар беру үшін қолданылатын ережелер жүйесі. Гомологтар құрылысы мен ұқсас қасиеті бір-бір немесе бірнеше CH2 тобының айырмасы бар жалпы формуласы бірдей заттар. CH4 метан, C2H6 этан, C3H8 пропан, C4H10 бутан, C5H12 пентан, C6H14 гексан, C7H16 гептан, C8H18 октан, C9H20 нонан, C10H22 декан. Радикалдар жұптаспаған электроны бар бөлшектер. Олар санына байланысты сан атауы, радикал формуласы және радикал атауы беріледі. Мысалы, саны 1 болса моно, CH3 атауы метил, D2, C2H5 этил, 3, C3H7 пропил, 4 тетра, C4H9 бутил, 5 пента, C5H11 пентил. Қаныққан ациклды көмірсутектердің аттары. Қаныққан көмірсутектердің алғашқы төртеуі тарихи қалыптасқан аттары бойынша аталады: метан, этан, пропан, бутан. Кейінгі көмірсутектердің аттарын атау үшін көміртек атомдарының санына сәйкес грек сан есіміне ан жұрнағын қосып атайды. Мысалы, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан.
Тармақталған тізбегі бар қаныққан көмірсутектердің атын атау үшін ең ұзын тізбекті тауып, көмірсутек радикалының ең жақын орналасқан жағынан бастап, оны нөмірлейді. Қосылыстардың атын атау үшін сан нөміріне, көміртек радикалына байланысты көміртек атомдарының нөмірін жазады. Бірнеше бірдей көмірсутек радикалының санын жазба түрінде грек есімімен ди, три, тетра, пента, гекса және тағы басқа солайынан көрсете береміз. Содан кейін ұзын тізбекке сәйкес келетін көмірсутектердің атын атайды. Көмірсутектердің аттарын атағанда қолданылатын сызықшаның немесе жақшаның орналасуының төменгі келтірілген қосылыстардың атауымен түсіндіруге болады. Мысалы, бірінші тізбекте міне пентан, екіншіде міне 2-де және 4-те метил тобы тұрғандықтан, бұл жерде 2 метил тобы тұр, сондықтан атауы 2,4 диметил. Циклоалкандардың аттарын атау үшін цикло деген сөзге циклға кіретін көміртек атомдарының санына сәйкес алкандарының аты қосылады. Басқа ережелер алкандардың номенклатурасына ұқсас. Мысалы, циклогексан 1 мен 3-те метил тобы тұрғандықтан диметил циклогексан деп аталады. Этил циклопентан. Органикалық қосылыстардың изомериясы. Органикалық қосылыстардың физикалық және химиялық қасиеттері олардың молекулаларының құрамы, кеңістік және электрондық құрылысы арқылы анықталады. Осыған байланысты органикалық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін түсіндіру үшін изомерлер және изомерия деген түсініктер қолданылады. Изомерлер деп сапалық және сандық құрамы мен молекулалық массалар бірдей, бірақ қосылыстары әртүрлі соған сәйкес қасиеттері әртүрлі заттарды атайды. Ал изомерия дегеніміз бірдей химиялық құрамы бар заттардың қосылыстарының ерекшелігіне байланысты физикалық және химиялық қасиеттері басқа болатынын сипаттайтын химиялық құбылыс. Изомерия құрылымдық және стереоизомерия деп бөлінеді. Құрылымдық изомерия бір-бірінен химиялық құрылысы арқылы ажыратылады, яғни бұған тізбектердің немесе сақиналардың әртүрлілігі, қос немесе үш байланыстардың радикалдардың немесе функционалдық топтарының орналасу реті жатады. Осыған орай изомерия келесі топтарға бөлінеді. Біріншіден тізбек изомериясы, екінші орналасу изомериясы, үшінші функциялық топтарының өзгешелігіне байланысты изомерия, төртіншіден кеңістік изомериясы, бесіншіден динамикалық изомериясы. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.